Баршаңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге мен Самат Құдайберген. Бұл Құдайберген спорт. Және бүгін бізде ММА туралы шығарылым. Дәл қазір Қазақстандағы басты файтер деп Шавкат Рахмоновты айтуға болады. Шавкат UFC-де жеңіліссіз келе жатыр. Ол әлемдегі үздік промоушнда ресми рейтингке енген алғашқы қазақстандық. 25 маусымда ол рейтинг жекпе-жегін өткізеді. Мен ең бірінші шығарылымда Нил Мэгнимен кездесуін талдап қойғанмын. Ал бүгін Шавкаттың өмірі мен карьерасы туралы әңгімелеймін. Жүк тасушы қалай UFC файтер атанды? Ерекше есімі не білдіреді? Рахмонов Астанада болашақ UFC файтерін қалай соққының астына алды? Сұмдық нокдауннан қалай тұрды? Және өмірде қандай адам? Мұның бәрін осы видеодан біле аласыздар. Онда әдеттегідей кеттік! Ал бастамай тұрып, достар, біздің арнаға жазылуға шақырамын. YouTube'да жаңа жобаға көп адам жазылғаны керек. Осылайша қазақ тіліндегі арнаны көпшілік біле алады. Қолдау білдірген Тенниси KZ букмекерлік компаниясына да рахмет. Әр видеомыз олардың арқасында шығып жатыр. Дәл қазір достарымызда XK акциясы жүріп жатыр. 2000-нан 5000 теңге аралығында әр толтырылған сайын сома кәдімгі ақшаға 2 есе көбейіп шыға келеді. Толығырақ бекітілген пікірден біле аласыздар. Қоса кетерім, бас тігуді спортты қызықтап тамашалау деп қана қарастырыңыздар. Азарт пен оңай ақшаға құмар болмаңыздар. Ал енді Шавкатқа өтейік. Бүгінге дейін Рахмонов UFC-де 3 жекпе-жегін өткізген. Ол әлемдегі үздік промоушнге кірген Қазақстан азаматтығы бар алғашқы отандасымыз. Шавкат келісімшартқа 2019 жылдың шілдесінде қол қойған. Бірақ дебютын 15 ай күтуге тура келді. Бастапқыда пандемия кедергі болса, кейін қолының жарақаты, ал сосын қарсыласының жарақаты себеп болды. Бірақ Шавкат дегеніне жетті. 2020 жылдың 24 қазанында Рахмонов 26 жасында алғаш рет UFC октагонына шықты. Сөйтті де бірінші раунд аяқталар тұста Алекс Оливейраны қылғындырып тастады. Біле білсеңіздер, Алекс бразилиялық тәжірибелі спортшы. Бұған дейін 11 рет жеңіске жетіп, үздік промоушндегі басты жекпе-жекке шыққан. Шавкат дебютын Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи турнирінде өткізді. Бразилиялық қарсыласы Шавкаттан кейін тағы да 3 рет жеңіліске ұшырап, ақыры UFC-ден шығып қалды. Шавкаттың екінші қарсыласына келейік. Ол Бразилиядан. Оны да сабмишнмен жеңді. Мишель Празерес бір кездері атақты Гилберт Бёрнстің өзін жеңген. UFC-де қатарынан 8 жеңіспен келе жатқан. Бірақ Шавкатқа қарсы карьерасында алғаш рет жеңілісін мойындауға мәжбүр болды. 40 жастағы Празерес допинг тесттен өте алмай, ақыры карьерасын аяқтады. Оның сол кезде ақталып шыққаны да қызық. Мен стероид қабылдамадым. Бар болғаны балалы болу үшін күш беретін дәрі ішті дейді. Ең қызығы, Празерес Шавкатпен жекпе-жекке допинг үшін 2 жыл дисквалификациядан кейін шыққан. Шавкаттың үшінші қарсыласы Бразилиядан емес, бірақ осы елмен тығыз байланысы бар. Гаяналық Карлстон Харрис Риода 10 жылдан аса уақыт тұрып келе жатыр. Отандасымызға дейін ол UFC-де қатарынан 2 жеңіспен келе жатқан. Дәл осы қарсыласы Шавкатқа оңай шағылар жаңғақ емес деп күткендер болды. Бірақ Шавкат бірінші раундта айналып келіп теуіп нокаутқа түсірді. Осылайша Рахмонов рейтингке еніп карьерасындағы әзірше басты жекпе-жекке жолдама алды. Мұның бәрі Өзбекстаннан басталған. Шавкат 1994 жылы Шүршіде туған. Бұл елдің оңтүстігінде шағын қала. Халық саны 30 мыңға жуық. Ауғанстанмен шекарада орналасқан. Әкесі Бақтыбай Алпамысов қазақ, шешесі Ташбува Қоңырат ұлтынан. Кейбір елдер қоңыраттарды бөлек этнос деп есептейді. Мысалы, Тәжікстанда олар қазақ делінеді. Шавкаттың фамилиясы дәстүр бойынша атасы Рахманнан берілген. Бірақ өзбек паспортшылары оны Рахмон деп жазып жіберіпті. Шавкаттың есімі араб тілінен аударғанда мейірім, шапағат, қуат деген мағынаны білдіреді. Көбінесе бұл есім балаларға Өзбекстан мен Тәжікстанда жиі қойылады. Әкесі жағынан Шавкаттың ата-бабасы Қызылорда облысы Аралдан. Бірақ аштық заманда Өзбекстанға көшкен екен. Шавкат отбасындағы 4 баланың үшіншісі. Үлкені Орал биыл 34-ке толады. Қоплан 32-де, қарындасы Сора 24-те. Айтпақшы, Сора да файтер. Қазір қазақстандық найза лигасында өнер көрсетіп жүр. Бірнеше жылдан соң оны UFC-ден көріп қалуымыз ғажап емес. Шавкат 16 жасында Оралмен бірге Қарағандыға табыс табуға келген. Бұл қалада институтты бітірген соң қалып қойған ағасы тұрыпты. Осылайша ағайындылар базарда жүк тасыған, себебі басқа істейтін жұмыс болмапты. Өзбек мектебінде латынша оқыған Шавкаттың Қазақстанда бейімделуі ауыр өткен. Шавкаттың ұлтын жұрт сұрай берген соң Инстаграмында ол руын жазып қойған. Ал кездесулердің бірінде мен қазақпын деп айғайлапты. Я казах. Интернет идет, пишет ВКонтакте. Узбек, Я казах. Я казах. Шавкат спортпен Өзбекстанда жүргенде айналыса бастаған. Өзбек күресімен, сосын бокспен, кейін муайтаймен айналысқан.
Ал одан соң аңызға айналған прайдта Федор Емельяненко мен Мирко Крокоптың кездесуін кассетадан көріпті. Ал Қарағандыда Шавкат самбомен айналыса бастаған. Оның ішінде спорттық самбасы бар, жауынгерлік самбасы бар, панкратионмен де. Кейін ақыры ММА-ге ауысқан. Ол бірден жарыстарға қатыса бастаған. Бірінші қалалыққа шығып, кейін облыстық турнирлерде өнер көрсеткен. 2013 жылы Шавкат республикалық деңгейге шықты. ММА-ден әуесқойлар арасындағы Қазақстан чемпионатында Қарағанды облысы атынан жеңімпаз атанады. Осы кезде оған көкшетаулық жаттықтырушы Баян Жанғаловтың көзі түскен. Сондықтан да Шавкат Көкшетауға көшкен. Баян Маратұлы құраманы жаттықтырып, қазір де Шавкатпен бірге жұмыс істеп келеді. Сол жылы Рахмонов әуесқойлар арасында әлем чемпионы атанады. Ал финалда өзбек Ахлидин Мирзадавлатовты нокаутпен жеңген. Шавкат Қазақстаннан шыққан алғашқы әлем чемпионы, әрі тарихта ең жас чемпион атанады. Ал турнирден кейін 3 күн өткенде ол 19-ға толады. Алайда Шавкат әлем чемпионы атағын қорғап қала алмады. Финалда ол ресейлік Гаджимурат Хирамагомедовке жол берді. Бір жыл өткенде тағы да Рахмонов Хирамагомедов финалы болды. Мұнда да ресейлік жеңіске жетті. Шавкат болса Гаджимурат жақсы күресіп үстінде жатып алғанын айтқан еді. Қазір Гаджимурат ACA-де өнер көрсетеді. Статистикасы 13-те 4. Ең қызығы оның ызаланып бір шенеуніктің жағын сындырғаны сол статистикаға ақыры еңбек етті. Бұл шенеунік Ресей ММА одағының болашақ президенті Радмир Габдуллин еді. Бұл 2017 жыл болатын. Сол кезде Гаджимурат Астанада қазақстандық Георгий Кичигинге жол бергені үшін ашуға ерік берген еді. Шавкатқа оралайық. 2014 жылы екінші әлем чемпионатынан кейін 20 жасқа толуына 6 күн қалғанда Рахмонов кәсіпқой ММА-де дебют жасады. Ингушетияда өткен M1 Global турнирінде ол ресейлік Адам Цуровтың бірінші раундтан-ақ 3 бұрыш әдісімен жеңген. Екінші кездесуі бір айдан кейін болды. Бразилиялық Маркус Винисиус битва Намадовқа қатысу үшін Қазақстанға келген. Бұл кездесу бірінші раунд аяқталуға 2 секунд қалғанда тоқтатылды. Винисиустың өзі де, командасы да шешімге қарсы болған, бірақ бұл әрекеті күлкілі шықты. 2015 жылы Шавкат M1 Global'да польшалық 2 қарсыласымен кездесу өткізді. Рахмонов Бартош Черикпен шыққанда бапкердің ақылымен жеңіске жетті. Қарсыласы Шавкаттың аяғына жармасқан, бірақ Баян Жанғалов сол сәтте қарсыластың басынан соққы жасау керегін айтады. Шавкат бірден ақылын тыңдап, үшінші жеңісіне қол жеткізді. Ал Михаил Винцекпен кездесуі 49 секундқа созылды. Отандасымыз оны қылқындырып тастады. 2016 жылы Шавкат 3 жекпе-жек өткізді. Карьерасында алғаш рет қазақстандыққа қарсы шыққан. ММА-де қазақпыз ғой деген әңгіме жүрмейді. Әділет Боранбаевпен кездесуде Шавкат алғаш рет 2-ші раундқа дейін барды. Бірақ үзіліске 9 секунд қалғанда қылқындырып үлгерді. Сосын M1 Global турнирінде Марсело Бритоға қарсы шықты. Бір ғана дәл соққыдан бразилиялық есінен танып қалды. Әрі қарай карьерасын аяқтады. Шавкатқа ең қиын қарсылас кореялық Юн Янпак болыпты. Кездесу қарсаңында Рахмонов ауырып қалған. Сондықтан төбелесті ұзаққа созғысы келмеді. Мұнда Шавкаттың күрес өнері мықты деңгейде екен байқауға болады. Кездесу толықтай партерде өтті. Ал екінші раундта кореялық қылқындыру әдісіне түсіп қалды. Айтпақшы, сол Пак та қазір UFC-де. Тіпті Шавкаттан 1 жыл бұрын келісім шартқа отырған. Осы кезде Рахмоновқа M1-де титулдық жекпе-жек берілді. Бірақ 1,5 жылдық үзіліс басталды. Бұған себеп Шавкаттың тізе жарақаты еді. Абырой болғанда қалпына келгеннен кейін Шавкат үздік бола түсті. 2018-дің ақпанында Шавкат мықты камбэк жасады. Грузин Ливан Солодовник ұзақ уақыт шыдауға тырысты. Бірақ ақыры 2-ші раундтың аяғында 3 бұрыш әдісіне түсіп қалды. Келесі қарсыласы Фаридун Адилов болды. Тәжік файтері әлі күнге дейін Шавкатпен 3-ші раундқа жеткен жалғыз қарсылас. Ол аз десеңіз, Адилов Рахмоновты 2-ші раундта сұмдық нокдаунға түсірген. Шавкат бұдан қалайша еш жинап алғаны түсініксіз. Оның барлық жекпе-жегіндегі жеген соққыларын қоссаң, бұған жетпейді. Шавкат тез қалпына келіп 3-ші раундта тейкдаун жасады. Кейін бірнеше минут бұрын өзі болған позицияда соққының астын алды. Қалай риза болмайсың? Ризамын мен. Шавкаттың келесі қарсыласының ақылы бар екен. Қырғызстандық Ринат Саяқбаев 2-ші раундқа шықпай қойды. Онысы дұрыс болған. Осы кезде Шавкатқа UFC-ден ұсыныс түсті. Бірақ міне қызық, ол бас тартады. Карьерасын M1-де жалғастыруды ойлайды. Шынында да бұл үйім сол кезде атағы жер жарып тұрған еді. 2019 жылдың 30 наурызында Шавкат Алматы аренада чемпиондық жекпе-жекке шықты. Ресейлік Данила Приказа 1 раунд қана шыдады. Сосын әбден таяқ жеді. Осылайша Шавкат Қазақстаннан шыққан тұңғыш M1 чемпионы атанады. Ал M1 ұйымының UFC-мен келісім шарты болған. Ұйымның барлық чемпионы атағын қорғай алса, автоматты түрде UFC-ге шақырту алады. Сөйтіп Шавкат 3 айдан кейін бразилиялық Тиаго Варижао Лаусердуды жеңеді. Бұдан кейін Шавкат UFC-мен 4 жекпе-жекке келісім шартқа қол қояды. Шарттары әдеттегідей. Әр шыққаны үшін $10,000, жеңісі үшін тағы да $10,000. Бірақ отандасымыз алғашқы жекпе-жегінде бұдан да көп ақша тапқан. Алекс Оливейра салмақ қуа алмай Шавкатқа $14,000 беруге мәжбүр болды. Ал Хариспен жекпе-жектен кейін UFC Шавкатпен қайта келісім шартқа қол қойды. Енді ол көбірек гонорар алады. Жаңа келісім 2 жылға және 5 жекпе-жекке жасалды. Оның өзінде келісім
келісімді кез келген уақытта ұзартуға болады. Жалпы алғанда UFC Шавкаттан зор үміт күтеді. Чел Соннен сияқты бұрынғы файтерлерде қазіргі Майкл Киезада Шавкатты жартылай салмақты топ жаратын спортшы деп бағалапты. Ал біз өз кезегімізде одан чемпиондық титул күтеміз. Бұл мақсатына бірінші қадамын Шавкат 25 маусымда Мэгниге қарсы жасайды. Шавкат қазақстандық Дартим командасының атынан шығып жүр. Қазір жаттығуларын Алматыда өткізеді, ал өз үйі Көкшетауда. Былтырдан бері ол ақш-қа барып жаттығуды бастады. Бұл Флоридадағы атақты Стэнфорд ММА залы. Біле білсек, Гилберт Бёрнс және Майкл Чендлер сияқты UFC үздіктері дәл осы жерде жаттығады. Шавкатқа жары таяуда ғана шекесі торсықтай ұл сыйлады. Есімін Керей деп қойды. Оның қызы да бар. Шавкат UFC-де асығар емес. Әр кездесу сайын мақсатына нық қадам баспақ. Қарсыластарының трэш-тогына да дайын. Мерзімінен бұрын аяқталған 15 жеңісін ойламайды да. Өзі әр жекпе-жекке 3 раундқа жоспар құрамын дейді. Жалпы салмақ қууға да әуес емес. Жаңа буын жауынгері дерсің. Соққысы жақсы ма, әлде күресі жақсы ма? Онысында дөп басып айта алмайсың. Карьерасын ойдағыдай дамытарына да сенім мол. Менеджері қазақстандық Саят Әбдірахманов. Өздеріңіз білетіндей, бұл маман Петр Янмен бірге чемпиондыққа жеткен. Ал бүгінге осы Рахмонов Мэгни жекпе-жегіне превью қарап шығуды ұмытпаңыздар. Тікелей трансляцияға сілтемелер біздің Telegram және Instagram парақшаларымызда. Рахмоновтың карьерасы туралы ойларыңызды жаза кетіңіздер. Алға Қазақстан! Шавкат міндетті түрде UFC чемпион атанады. Біз жеңеміз. Сау болыңыздар.